Сәлеметсіңдер ме балалар, өзін тану сабағына қош келдіңіздер. Тақырыбы достық көмек. Сабақтың мақсаты достық құндылығы туралы түсініктерін одан әрі жетілдіру. Сабақтың міндеттері достар арасындағы сыйластық, достық, сүйіспеншілік туралы түсініктерін кеңейту, өзара сыйластық, қарым-қатынастарын дамыту. Шаттық шеңбері: дос болайық, әкел досым қолыңды, татулықтан ерінбе, көрсет кәне соныңды, баққа берсе көрейік, қол ұстасып жүрейік, татулықтан білейік, қол ұстасып күлейік. 5 тәртіп ережесі: 1-ші тәртіп, 2-ші тазалық, 3-ші талап, 4-ші татулық, 5-ші тыныштық. Осы 5 ережені балалар біз естерімізде сақтау керекпіз. Дос деген не? Сыр білісетін адам, мені өте жақсы түсінетін адам, көмекке әрдайым дайын адам, қандай жағдай болмасын, бірге болатын адам, сенімді адам. Осылар дос деп саналады балалар. Тілектес, досыңа көмектес. Достық екі адамның бір-біріне деген сенімі, көңілі, көмегі, мейірімділігі, сүйіспеншілік арқылы мықты болады. Туралы шығарманы тыңдап көрейікші. Досты қалай табу туралы ертегі. Ертеде бір ерке бала болыпты. Ата-анасы оның айтқанының бәрін орындайды екен. Ерке балада бәрі жеткілікті болыпты. Тек оның бірге ойнайтын дос болмапты. Бала айналасындағы балалармен тіл табыса алмапты. Ол ешкімнің сөзіне құлақ түрмей, өзінің айтқанымен жүреді екен. Бірақ оған ешкім сенің бұл ісің дұрыс емес деп айтпапты. Бір күні ол үйіне ренжіп келіп, барлық балалар менен теріс айналды. Ешкім менімен дос болғысы келмейді. Менің енді ешқашан досым болмайтын шығар деп ойлайды. Бір уақытта, ендеше мен сенің досың болайын деген біреудің дауысы естіледі. Бұл кім? Деп бала бұрылып артына қарағанда кереуеттің үстінде отырған кішкентай адамды көреді. Бала аң-таң болып оған қарап қалады. Жаңағы кішкентай бала қарапайым адамға мүлде ұқсамайтын еді. Ол сарғыш түсті, мөлдір, бірақ оның тұла бойы қарапайымдылыққа толы екенін сезіліп тұратын. Сен қай елден келдің? Деп бала одан сұрайды. Кішкентай бала өзін мейірім деп таныстырып, өзінің басқа елден келгені туралы, ол жерде бәрі ұшаладанын және олар өте бақытты екенін айтты. Ол жердегі барлық адамдарға көмектескісі келетінін, бірақ қазір оның күші жеткіліксіз екенін, ол тек бір балаға ғана көмек бере алатынын жеткізеді. Айтшы мейірім, мүмкін сен білетін шығарсың, менің неге досым жоқ? Бәрі менен неге теріс айналады? Көмектесші маған, дейді бала. Бұл өте оңай. Айналаңдағыларды жүрегіңмен тыңдап үйренуің керек. Қасыңдағы адамдарды жақсы көріп, олардың айтқандары саған қызықты болмаса да, сөзіне құлақ асу керек. Сондықтан өзің үшін ғана емес, басқалар үшін де өмір сүре білуің қажет. Сөйтіп олар бірден достасып кетеді. Олар кештерін бірге өткізіп, қызықты әңгімелер айтады. Мейірім өзі кішкентай болса да көп нәрсе білетін. Ол өзінің білгенін баламен бөлісіп отырады. Ерке бала мейірімнің бұл ісіне әрқашан разы еді. Рахмет саған мейірім, сенің қасымда болғаның қандай жақсы. Сен менің нағыз досымсың. Осылай уақыт өте береді. Бір күні бала үйіне қуанып келеді. Мейірім, бүгін мен үшін өмірімдегі ең қуанышты күн. Мен арманыма жеттім. Ақырында мен өзіме дос таптым. Бұл өте бір керемет. Қасыңда қашанда көмекке дайын тұратын, сырың мен мұңыңды тыңдайтын адамың болған қандай жақсы. Бала өзінің өміріндегі бақытты күні туралы тоқталмастан айтып жатты. Бірақ оны ешкім тыңдап жатқан жоқ. Ол мейірім білген құпияны білген жоқ. Осы уақыт ішінде мейірім баланы көп жақсы істерге, дос болуға және өзіне қалай дос табуды үйретіпті. Бала қалай өзіне дос тапқан соң, мейірім солай өзінің ғажайып сиқырлы еліне қайтуы керек еді. Мейірім өзінің ісін бітіріп, балаға достықтың не екенін, дос бола білуді түсінуге көмектескен соң, өз еліне оралыпты. Бала мейірімнің жоғалғанын көріп қапаланады. Бірақ мейірім баланың мәңгіге жүрегінде қалды. Бала енді қашанда басына іс түскенде мейіріммен ақылдасып жүрегін тыңдайтын болыпты. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Балалар, әңгімені тыңдадыңдар, енді сергіту сәті. Достар бірге жүреміз, бірге ойнаймыз, күлеміз, бірге балық аулаймыз,
Міне біздер қандаймыз, бөлінбейді іргеміз, әрқашанда біргеміз. Өте тамаша балалар. Достар әрқашанда бірге болады. Енді дәптермен жұмыс. Суреттен кімге қандай көмек қажет екендігін тауып, достардың өзара көмегі туралы әңгімелеп беріңдер. Соңғы тыныштық сәті балалар. Бүгінгі сабақтан алған жақсы қасиеттеріңді бойларыңызға сіңіріп, жүректеріңізге түйіп алыңыздар. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.